Қазақ қолөнеріндегі ер-тұрмандардың түрлері. Жалпы, адамзат тарихына назар аударатын болсақ, жылқы даму үдерісіне алып келген жануардың бірі. Кейбір деректерде жылқыны қолға үйрету Орта Азияда, яғни Қазақстан аумағында басталған деседі. Зерттеуге көп алынбаған бұл тақырыпты өнертанулық көзқараспен зерделеу және арнайы талдаулар арқылы ашып көрсете отырып, жалпыға таныстыру қазіргі өнертанушылардың міндетіне айналып отыр. Тақырыптың өзекті болуы адамдар санасында ат жабдықтары таныс болып көрінгенімен, негізінде ол туралы ақпарат пен зерттеудің аздығы байқалады. Дегенмен де, ат жабдықтары қазақ сәндік қолданбалы өнеріндегі барлық өнер түрінің синтезі секілді. Себебі, қолөнер түрлерінің ағаш өнері, көркем металл, зергерлік өнер, тері өңдеу және тағы басқа түрлерінің барлығы ат жабдықтарында кездеседі. Жалпы, ат жабдықтарының ішінде негізгі орын алатын бөлігі және типтік ерекшелік беретіні ер-тоқым немесе ер-тұрман. Соның ішінде ер атауы жиі қолданылады. Еліміздің әр аймағында ер-тұрмандардың бірнеше түрі байқалады. Олардың бір-бірінен негізгі айырмашылығы жасалу техникасы мен сыртқы көрінісінде. Олар қазақы ері, құранды ер, шоқшабас ер, үйрекбас ер, қозықұйрық ер деген негізгі атаулармен белгілі. Соның ішінде әр өңірде жиі кездесетіні қазақы ер, құранды ер. Сонымен қатар жыныстық ерекшелікке байланысты әйел және еркек ері болып бөлінеді. Әйел ері қазақ ердің пішінінде жасалады. Аталған ер-тұрмандардың біраз түрі мемлекеттік Қастеев атындағы өнер музейі қорында сақталған. Сол себепті дәрісіміздің негізгі нысаны осы мұражай болып отыр. Дегенмен Қазақстан Республикасының барлық мұражайларында сақтаулы ат жабдықтары 19-20 ғасырға тиесілі. Орта ғасырларда бұл өнер түрінің сипаттамасы жоқтың қасы. Сондықтан да талдауға алынатын экспонаттар соңғы 2 ғасырдың аумағында болмақ. Қазақы ер еліміздің басым бөлігінде тараған, әсіресе шығыс және солтүстік Қазақстан аймақтарында кездеседі. Бұл ер түрі көбінде қайың ағашының 5 бөлігінен қосылады. Ердің негізгі бөліктері 2 қасы, 2 қапталы және бел ағашын жеке шауып біріктіреді. Пішіні жағынан алдыңғы қасы овал тәрізді және артқы қасы да осыған ұқсас болып, кейде алдыңғы қастың деңгейінде, көбінде төмен орналасады. Алдыңғы қасының пішіні кейде бұрышты, кейде соқпақ болып жасалады. Оның жалпақ болуына байланысты күміс пластиналармен қапталып, түрлі әшекейлермен сәнделеді. Қазақ ер жынысқа байланысты еркек және әйел ері болып екіге бөлінеді. Еркектерге арналған қазақ ерінің сүйегі жұқа және ықшам болып қосылып, өте жеңіл келеді. Халық арасында жалпақбас ер аталып кеткен бұл ерде әшекейлер көп кездеседі. Сүйегі дайын болғаннан кейін көң терімен қапталып, бүргенші шегелермен бекітіледі. Теріні нақыштау тәсілімен оюлап та жатады. Алдыңғы қастың бетін бірыңғай кесілген темір немесе күміс пластиналар жапсырады. Тапсырыс бойынша жасалған ерлерде 2 қаптал ағаштың алды-артына да пластиналар жапсырған. Басқа бөліктеріне бір тұтас желімделген тері бетіне сәндік үшін арнайы шегелерді қаққан, бір жағынан мығым болуға көмектескен. Ал әйел ерлері пішімі жағынан 2 қасы жуан ағаштан қосылып, бел ағашы үлкейтіліп жасалады. Себебі әйел адамға жайлы отыруға арналған. Алдыңғы және артқы қасының барлық беті пластиналармен әшекейленіп, орта тұсына асыл тастар орнатқан. Салмағы жағынан ауыр және ерден бөлек басқа әбзелдері сәндік стилі бойынша ұқсатылып жасалады. Өйткені әйел ері тек бір ершінің қолынан шығатын. Арғынбаев әйел ерлерінің қастарының әшекейі бойынша беті әртүрлі темір пластиналармен белгілі бір симметрияны сақтай ойыстырылып тұтас жабылады. Ол үшін тұтасымен күміс шауып алады да, олардың бетінен арнайы жасалған өткір бізбен түрлі өрнектерді, қошқар мүйіз, сыңар мүйіз, геометриялық фигуралар және өсімдік тектес бейнелер ойып алады. Мұндай жалған қаралау әдісін қолданған уақытта ою мен түр ауысып отырады. Бірде темір бетіне шабылған күміс
түрі фон есебінде қолданылса, кейде ою ретінде келтіріледі. Әйелдерін әшекейлеудің тағы бір кең тараған түрі ажурлы өрнек. Ол темір пластиналардың ортасынан әр түрлі өрнектерді, немесе өрнектің бейнесін ойып тастап, қалған жеріне күміс жабылады. Әдетте мұндай әшекейлердің астынан түсті былғары, шұға яки барқыт салынатын да ойылған өрнектерден айқындалып көрініп тұрады деп сипаттама берді. Ал қазақы ердің әйел түрі жөнінде Тоқтабаева кейбірінде ажурлы алтындалған оймалы бастырмалармен, күміс жалатылып қалыпталған темір айылбастармен және күміс құймалармен, әйел ерлерінің екі қасы да темір және күміспен қапталады. Металл пластиналарды көбінесе күрделі өсімдік тектес, кейде аша спираль түріндегі үзік және басқа да оюлармен өрнектеген, кейде металлмен қапталған қастары әсерлі фон шығу үшін қызыл немесе қара түстермен боялған. Сонымен қатар ақық, маржан және тағы басқа асыл тастарды бекіткен. Ердің құрылым сұлбасын мұқият, жіңішке өрнектелген темір пластиналарды бекітіп, ол заттың пішінінің айшықтылығын арттырып отырған. Еркектерге арналған ат әбзелдерінде металл пластиналар интервалмен, кейде әр жерде орналасса, әйел ат әбзелдерінде жиі және тұтас сұр айылбастармен қапталған. Дәрісте жалпақбас ердің әйелдерге арналған түріне көбірек тоқталған себебіміз, Қастеев атындағы мемлекеттік өнер музейінің қорында әйел ерлерінің біразы сақтаулы. Назар аударыңыздар, негізі ағаштан құралып, терімен қапталған, кейін бетін қызыл барқыт төсеген, әйел ерлерінің басым көбін матамен қаптаған. Бұл Шығыс Қазақстан облысынан әкелінген ер қордағы әшекейге мол ерлердің бірі. Алдыңғы қасы жартылай овалды, ал артқы қасы жатыңқы, жалпақтау жасалған. Тесіп ойылған темір пластиналарды шегемен бекітіп, зерлі күміс әшекейлер орнатқан. 6 және 5 жапырақты гүлге ұқсас әшекейлердің пішініне шегелерді сай қылған. Пластинаның бетінен арнайы бізбен созылған өрнектерді көре аламыз. Жиектерін жіңішке пластиналармен толықтырып, ортақ композиция құрған. Бұл тек ердің әшекейлері және басқа әбзелдерінде осы тәртіпте өрнектелген. Құранды ер еліміздің көптеген аудандарында кездеседі. Әсіресе Түркістан, Батыс және орталық Қазақстан облыстарында көп тараған. Ердің бұл түрі бірнеше бөлек ағаштан құрылып жасалады. Бізде жиналған деректерге қарағанда, қазақ ершілері 18-20 бөліктен, ал құранды ерге ұқсас қоқан ерін өзбек ершілері 22-32 бөліктен құрағаны жөнінде Габбин 19 ғасырдың соңында жазған болатын. Құранды ердің көп бөліктен тұруы оның пішіміне байланысты. Себебі қазақы ердің екі қасының пішімі бір-біріне ұқсағандықтан аз бөліктен құрауға оңай соғады. Ал құранды ердің алдыңғы қасы ұзын, ортаңғы бөлігі кішігірім және артқы қасы жалпақтау келеді. Сондықтан да бұл ер түрін көп бөліктен құрайды. Салмағы жағынан өте жеңіл және отыруға өте ыңғайлы. Құрау үшін екі қасын бөлек біріктіріп алып, қалған бөліктерін қара ағаш, кейде қайыңның қалдықтарынан да құрай берген. Біріктірген кезде көбінде желім қолданылып, қаңқасы дайын болғаннан кейін көң терімен қаптап, жалпақ шегелермен қатайтқан. Терімен шеге беріктігін арттыру үшін қолданылса, басқа ер түрлерінде ол тек сәндік үшін қолданылады. Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер музейінде құранды ердің бірнешеуі бар. Музей қорына 1970 жылы Жетісу өңірінің халық шебері Елгазаров Мұсаханнан алынған құранды ерде қызыл түске боялған көң теріні желімдеу арқылы жабыстырып жасаған. Терінің бұлай нық орнығуы үшін алдымен сары суға жібітіп барып, желім жағып бекітетінін Арғынбаев атап өткен. Құранды ердің қайсысын алып қарасақ та артқы қасы диск тәрізді келеді. Бұл ердің алдыңғы қасының бас жағын міндетті түрде аша жүрек түрінде жасайды.
Елғазаровтың ерінің алдыңғы қасының басы күміс әшекейлермен безендіріліп және жиектеріне темір пластиналар шегемен бекітіліп, бос қалған орта тұсын түйме тәрізді және жалпақ әшекейлермен сәндеген. Өрнектері арнайы бізбен сызу арқылы түсіріліп, әшекейлер бір тұтас күйінде бекітілген. Шошақ бас ер, сүйегі тиянақты шабылған, былғармен қапталған, алдыңғы қасы жіңішке, ұзын және алға қарай еңкіштеу. Ал арты жағы аздап көтеріңкі, арқалықсыз шеңберленіп, кейде бұрыштанып бітетін жеңіл ер түрі. Мұндай ер түрі Жамбыл облысының оңтүстік шығысы мен Алматы облысында кең тараған. Дегенмен Қазақстанның кей өңірлерінде де бар. Көбінде 4-5 бөлек қайың, қарағаш немесе емен сияқты берік ағаш қосындыларынан шауып қосады. Алматы облысының Еңбекші Қазақ ауданында мұндай ерлердің алдыңғы қасы Құранды ердікіндей айырланып та жасалатыны туралы Арғынбаев жазған болатын. Артқы қасының бітімі әр аймақта әртүрлі болып келеді. Құранды ерге қарағанда бел ағаш кеңірек орыс еріне ұқсайды. Жиі кездесетін алдыңғы қасы еңкіштеу келетін ердің салтанатты қылып жасалған атаулас ер Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер музейінде сақталған. 1990 жылы Қызылорда облысындағы экспедициядан әкелінген бұл ердің әшекейлері басқа ерлерден тым ерекше. Себебі алдыңғы қасындағы әшекейлер шашыраңқы, жұлдызға және 6-7 жапырақты өсімдікке ұқсайды. Айналасы 3 бұрышты, қапталған әшекейлермен толықтырылған. Ал артқы қасы одан да ерекше, жартылай жатыңқы овалданып біткен. Қастың бетінде мүйізді теріге бастырылған өрнектерді көреміз. Оның жиектеріне 3 бұрышты әшекейлер бекітіліп, пішіні жарты айға келеді. Және бел ағаштың біткен шекарасында түйме тәрізді әшекейлер бекітілген. Қорыта келгенде бұл шошақбас ердің өрнектік композициясы аспан әлеміне ұқсайды. Оған дәлел жұлдыз және ай символдары. Қозықұйрық ер. Маңғыстау облысы мен Ембі бойындағы қазақтарда жиі кездесетін ер түрі. Қозықұйрық ері көбінесе өте жұмсақ және жеңіл болатын. Жөке ағашынан, кейде қайыңнан да жасалады. Ол 6-7 бөліктен құралады. Ерекшелігі алдыңғы қасы еңкіштеу, артқы қасымен деңгейлеседі де, ең қызықтысы ортаңғы бел ағашы болмайды. Оның орнына көң немесе қайыс тартылады. Ерлердің ішінде шағын сүйегі жеңілі де осы ер түрі. Оның пішіні қозыға, әсіресе алдыңғы қасы қозы құйрығына ұқсас болғандықтан осы атауға ие болған. Дәл осы ердің өте жеңіл болуы кейбір факторға байланысты. Ол көбіне темір немесе күміс әшекейлердің орнына сүйекпен көмкеру. Осындай сүйекпен әшекейленген қозықұйрық ердің салтанатты түрі музей қорына 1972 жылы Қызылорда облысынан халық шебері Әбдіжаппаровтан алынған. Алдыңғы артқы қастары мен 2 қаптал ағаштарының алды-арты түгелдей сүйекпен көмкерілген. Ондағы өрнектер және сүйек пластиналарда симметриялық тәртіпте орнатылған. Терінің қызыл қоңыр түсі мен сүйектің сүтті түсі бір-бірімен үйлесім тапқан. Бұл ерді музей қорындағы ең нәзік ат жабдығы десек те болады. Үйрекбас ер. Оның осылай аталуына оның алдыңғы қасының үйректің басына ұқсауында. Жасалу техникасы 4 бөлек қайың ағашынан шабылып, шегемен бекітілгеннен кейін сырты көң немесе қалың былғармен қаптала шегеленіп жасалады. Оның пішіні Құранды ерге ұқсас келеді. Үйрекбас ер жылқыға мінген кезде және басқа мал атауын жетекке алған шақта арқанды ердің басына байлап ұстап отыруға ыңғайлы. Бір қызығы ер түрлерінің ішінде аз таралған осы үйрекбас ер екен. Бұл жөнінде Арғынбаев атап өткен. Музей қорына 1975 жылы Шығыс Қазақстаннан әкелінген үзеңкілі ер бар. Оның алдыңғы қасының астыңғы жағы доғалданып біткенде жалпы жиектерінің бәріне жез пластиналар жапсырылған. Артқы қасы мен бел ағашының үстіне қапталған күміс және темір әшекейлер орнатылған.
Қорыта келгенде ата-бабаларымыздың салт санасында ер-тұрманға деген құрмет өте жоғары болды. Қазіргі таңда ат жабдықтары зерттелмей жатқан тақырыптардың бірі. Оның түрлері мен аймақтық ерекшеліктерін ашу үшін біз назарымызды ер түрлеріне аудардық. Сондықтан да бұл мақалада жабдықтардың ішіндегі ерлерді түрге бөліп, жалпы сипаттамасын бердік. Сипатталған ерлердің барлығы көркемдік әдістермен сәнделіп, орындалған бірегей жұмыстар. 1976 жылы Шевченко атындағы көркемсурет галереясы мен сәндік қолданбалы өнер музейі базасы негізінде ашылған бұл музей қорында 200-ден астам ат жабдықтары сақталған. Дәрістің мақсаты Қастеев атындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік өнер музейінде ат жабдықтарының жақсы бір қоры бар екенін таныту болатын. Дәріс авторы Ақжігіт Нүсіп.